Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі тақырып тыйым сөздер жайында болмақ. Тыйым сөздер тәрбиенің көзі. Тыйым сөздер арқылы ұлтымыз ұрпағын тәрбиелеп келеді. Халқымыз тыйым көрмеген баладан тексіз адам шығады деп ұрпағын ұнамсыз мінез-құлық пен ерсі іс-әрекеттерден шектеп, жақсылыққа бағыттап, тыйым арқылы тәрбиелеу үлгісін қалыптастырған. Қазір де тыйым сөздерді күнделікті өмірде көп қолданамыз. Әйтсе де оның түпкі мағынасын елеп ескермейміз. Біреу бізден орындамасам не болады деп сұраса, жаман болады деген нұсқаны ғана айтамыз. Бүгін бірнеше тыйым сөздердің мағынасын ашамыз. Мағыналы видеоларды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп алыңыз. Жағыңа таянба. Басына қайғы келген адам жауапсыз ойлардан басын көтере алмай, дәрменсіздікке ұшырайды. Міне осындай кезде амалсыздан екі қолымен жағын таянып, басын сүйейді. Сондықтан жайшылықта басын тік ұстап жүрсін, шарасыздыққа түспесін деп жағына таянуға тыйым салған. Бір шаңырақта адам қайтыс болғанда марқұмның жақындары егіліп, солқылдап, өксіп, дауыс шығарып, жоқтап жылайды. Осындай ауыр сәтте жылап отырған кісілердің ішкі ағзасына әдеттен тыс ауыр салмақ түседі. Бүйір, бауыр, өкпе баулары созылып, жүрегі жиі соғып, өті қабынып, асқазаны қапсады. Сондықтан қаралы үйдің адамдарының белін мықтап буады. Белін буған соң ішкі ағзасы бос қозғалмайды. Екі иіні түсіп, бүкшимей, иығы көтеріледі. Себебі бел буылған жерге екі бармақты екі жағынан сұғып, белін таянып отырғанда адамның еңсесі тіктеледі. Бүйір таяну амалсыздан қазаның үстінде қара жамылып отырғанда қажеттіліктен басқа түсетін жағдай. Сондықтан жайшылықта жамандық шақыру, өлім тілеу нышанындай болғандықтан бүйіріне таянуға қатаң тыйым салған. Бақилық болған адамның қолын айқастырады. Сондықтан жайшылықта жастар қолын айқастырса, ана дүниеге кетуге асықпа деп тыйым салған. Еркіндігінен айырылып, түрмеге отырған адамның қолын арқасына айқастырады. Сондықтан жастар еркіндігінен айырылмасын деп тыйым салған. Ер бала дүниеге келгенде дүздің адамы деп оның жолдасын жеті қыр асып жерге көмсе, ал кіндігін осы шаңырақтың иесі, қорғаншымыз деп табалдырыққа көмген. Жанашыр жақыннан айырылған адамды қу тізесін құшақтап қалды-ау деп аяп жатады. Сондықтан жанашырынан, тірегінен айырылмасын деп тізесін құшақтауға тыйым салған. Адам дүниеден озғанда жер басып жүрер жолы таусылды, сапары аяқталды деп аяқ киімін төңкеріп қояды. Көңілінде қастығы бар адам өзгенің аяқ киімін төңкеріп кетеді, ал көңілі таза адам өзгенің де аяқ киімін түзеп қояды. Баяғы өткен заманда бір ананың жалғыз ұлы ауыр сырқаттанып хал үстінде жатады. Баласын ажалға қимаған ана баласын шыр айналып жаратқаннан жалбарынып, о жаратқан, баламның орнына мені ал деп айнала береді. Ананың тілегі қабыл болып, баласы аман қалып, анасы қайтыс болады. Осындай аңыз бар. Сондықтан адамды айналуға тыйым салады. Адамды айналу жолыңда құрбан болайын дегенді білдіреді. Осы адамды айналудан келіп шыққан айналайын деген еркелету сөзін біз өмірде көп қолданамыз.
оны қолданудан алдын ойланайық